10 жыл салынған жолға тағы 10 миллиард теңге керек. Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасына апаратын жолдың құрылысы сағызша созылды. Стратегиялық нысан қашан аяқталады? Құрылыс мердігері қайта-қайта ауысқан, Биіктаудағы көпірді салған инженерлер топырақтың ерекшелігін ескермей, өткелдің негізгі тіректерін орнатқанда қиындыққа тап болған. Қазір бұл кемшілік түзетіліп, болашақ көпірдің 8 тірегі орнатылды. Құны 20 миллиардқа бағаланған құрылысты толық аяқтау үшін бюджеттен тағы 10 миллиард теңге қажет. Қазір жүргізушілер қауіпті тау қиылыстарымен жүруге мәжбүр, ал жаңа жол салынса, Алтай, Үлкен Нарын және Қатон-Қарағай аудандарына тікелей әрі қауіпсіз қатынай алады. 9,9 миллиард келісімшарт құны болса, бізге жыл басынан жұмыс бастауға 900 миллион теңге бөлінген. Бүгінгі таңда толыққанды бұл қаражат толығымен игерілді, бірақ ары қарай қаржыландыру мәселесі бүгінгі таңда шешімін тапқан жоқ. Жалпы негізі бұл нысан Шығыс Қазақстан облысына стратегиялық маңызы өте зор.